Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып қазақ жүздері. Жүз орда қазақ халқының үш рулық тайпалық бірлестіктерінің ортақ атауы. Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Қазақ жүздері жаңадан қалыптасқан қазақ халқы қазақ жеріне түгелдей қоныстанды. Қазақ халқы мекендеген бұл жерлерде үш түрлі шаруашылық аймақ қалыптасты. Осыған байланысты сол өңірлерде мекендеген халықтар үш жүзге бөлінді. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүз мекендеген өңірлері оңтүстік Қазақстан, Жетісу. Тайпалар Дулат, Албан, Үйсін, Қаңлы, Суан, Жалайыр, Шапрашты, Сіргелі. Ұлы жүзді Ағарыс деп те атайды. Орта жүз мекендеген өңірлері орталық және шығыс Қазақстан. Тайпалар Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қыпшақ, Қоңырат. Орта жүзді Бекарыс деп те атайды. Кіші жүз мекендеген өңірлері батыс Қазақстан, Сырдарияның төменгі ағысы. Тайпалар Табын, Адай, Шөмекей, Жағалбайлы, Алшын, Шекті, Төртқара, Тама, Сергеш тағы да басқалары. Кіші жүзді кейде Жанарыс деп те атайды. Мінеки картада айқын көрсетілген. Ұлы жүз оңтүстік шығыс Қазақстандағы Жетісу өңірі. Орта жүз солтүстік шығыс орталық және оңтүстік Қазақстанның бір бөлігі. Кіші жүз батыс. Қысқаша дерек түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.